Сәлем достар, ағылшын тілін оңай және тез үйрену каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз сіздермен past perfect tense-тің қолдану жолын қарастырамыз. Сонымен past perfect tense дегеніміз бұл өткен шақтағы істелінген іс-әрекеттің алдында жасалынып кеткен іс-әрекетті білдіру үшін қолданамыз. Мысалы, мен мектепке бардым. Ал енді мектепке барудың алдында қандай іс-әрекет жасадым? Не істедім мен мектептің барудың алдында? I went to school. Өткен шақта беріліп тұр, past simple. Яғни мектепке барудың алдында мен балабақшаға бардым. I went to the kindergarten. Бұл да өткен шақта беріліп тұр, past simple. Ал енді осы сөйлемді жеке-жеке мен мектепке бардым, немесе мен балабақшаға бардым деп жеке-жеке айтпас үшін, екеуін қосып айту үшін бізге past perfect tense көмекке келеді екен. I had gone to the kindergarten before I went to school. Мен мектепке барардың алдында балабақшаға бардым. Яғни ең бірінші іс-әрекет ол менің балабақшаға барғаным, екінші іс-әрекет ол мектепке барғаным. Сондықтан кез келген өткен шақтағы іс-әрекеттің ең алғаш жасалған іс-әрекеттеріңізді past perfect-пен беруді ұмытпаңыздар. We had discussed the present perfect before you came. Сен келердің алдында біз present perfect tense-ті талқылап тастадық. Яғни ең бірінші әрекет ол біздің талқылағанымыз, екінші оның келгені. She had done her homework before he called. Ол хабарласардың алдында ол үй жұмысын жасап тастады. Яғни ең бірінші әрекет ол үй жұмысын жасағаны, келесі оның келгені. After they had eaten breakfast, they went to work. Олар таңғы асын ішіп алғаннан кейін жұмысқа кетті. Яғни бірінші әрекет олардың тамақ ішкендері. I had cooked dinner when they arrived. I had cooked dinner when they arrived. Немесе I'd қысқаша. I'd cooked dinner when they arrived. Олар келердің алдында мен тамақ әзірлеп қойғанмын. Яғни бірінші әрекет ол менің тамақ істеп қойғаным. Екінші олардың келгені. Енді past perfect-тің жасалу жолын қарастырайық. Барлық көпше түрде де, жекеше түрде де барлық шақтардың жанында had деген көмекші етістік және етістіктің үшінші жағы қолданады. Third form of the verb. Немесе бұрыс етістік болса done деп өзінің берілген негізгі формасы қолданады. Дұрыс етістік болса ed жалғауымен played немесе worked деп жасалынады екен. Енді оның жай сөйлемде, болымсыз сөйлемде, сұраулы сөйлемде қалай жасалынатынын қарастырайық. Мысалы, I had done all my homework before I went to the party. Кешке барардың алдында мен барлық үй жұмысымды жасап қойғанмын. Сұраулы сөйлемде had бастауыштың алдына шығып кетеді. Had I done all my homework before I went to the party? Мен барлық үй жұмысын жасап қойдым ба кешке барардың алдында? Немесе сен жасап қойдың ба деп қоятын болсақ, Had you done all your homework before you went to the party? Кешке барардың алдында сен жасап қойдың ба? I hadn't done all my homework before I went to the party. Мен кешке барардың алдында барлық үй жұмысымды жасап үлгерген жоқпын. Келесі, He had worked before he graduated in university. Ол университетті аяқтаудың алдында жұмыс істеді. Сұраулы формасы Had he worked before he graduated in university? Ол университетті аяқтардың алдында жұмыс істеді ма? No, he hadn't worked before he graduated in university. Ол университет аяқтардың алдында жұмыс істеген жоқ. Яғни бірінші істелген іс-әрекет had worked пен беріліп тұр, екіншісі жай ғана past simple формасында graduated деп past simple формасында беріліп тұр екен. Енді келесі тапсырмада мен сіздерге бірнеше сөйлемдер берейін қазақ тілінде, ал сіздер оны ағылшын тіліне аударып көріңіздер. Кітап оқып болғаннан кейін кино көрдім. Мектепке шығар алдында ол таңғы асын ішті. Олар үй сатып алардан бұрын үйленді. Жаңбырдан соң біз серуендеуге шықтық. Енді қай іс-әрекеттің бірінші істелінген, қай іс-әрекеттің екінші істелгенін ойланып тауып, соны ағылшын тіліне past perfect-ті қолдана отырып аударып көріңіздер.
Сонымен аударып болсаңыздар, бірге тексеріп көрейік. Ағылшын тілінде I watched TV after I had read a book. She had eaten breakfast before she went to school. They had married before they bought a house. When the rain had finished, we went for a walk. Яғни бірінші істелінген іс-әрекет past perfect'ін беріп тұр. I had read. She had eaten. They had married. The rain had finished. Ал екінші істелінген іс-әрекет жай ғана өткен шақта watched, went, bought, went деп past simple'да беріп тұр екен. Енді осымен сіздерге past perfect tense'дің қолдану жолы қашан, қай жерде қолданамыз түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жаза кетіңіздер. Мен сіздермен қоштасамын. Сәттілік тілеймін. Қош, сау болыңыздар.